Сәлем, құрметті жас түлек, сені YouTube арнамызда көргеніме шынымен қуаныштымын. Сабақ бастар алдын айтқым келетіні, біздің YouTube арнамызға тіркеліп, осы видеоны биология таңдаған достарымен бөлісіп қой. Себебі алдағы уақытта біз өте көптеген пайдалы қызықты сабақтар шығаратын боламыз. Ендеше дайын болсаң, ыңғайланып отырып ал, біз бүгінгі сабағымызды бастайық. Біздің бүгінгі тақырыбымыз өсімдіктер патшалығы туралы болады. Яғни көп оқушылардың қиналатын, шатастыратын өсімдіктерін біз бүгінгі тақырыпта оңай тілде жіктеп өтетін боламыз. Сабақ бастар алдында сенімен шағын ғана бір танысып өтсем. Есімім Берік, биология пәнінің мұғалімін, ұбт экспертімін. Жалпы осы ұбт саласында 4 жылдан көп тәжірибем бар. Осы уақытқа дейін оқушыларды онлайн ұбт-ға дайындадым, офлайн курстарда жұмыс жасадым, және де жекеменшік мектептерде жұмыс жасаған біршама тәжірибем бар. Яғни өзім оқушыларды биологиядан пәндік олимпиадаға дайындаған олимпиада тренерімін, Сүлейман Демирель университетінің түлегімін. Бұл мен туралы шағын ғана ақпарат болды. Ендеше біз бүгінгі сабағымызды бастайық. Сонымен барлық өсімдіктер осылай екі үлкен сатыға жіктеледі. Яғни біріншісі төменгі саты, екіншісі жоғары саты деп жіктеледі. Осы төменгі сатыға тек қана балдырлар ғана жатады, ал жоғарғы саты өсімдіктері тағы іштей екіге бөлінеді. Олар споралы өсімдіктер және де тұқымды өсімдіктер болып. Тұқымды өсімдіктердің өзі тағы іштей ашық тұқымды, жабық тұқымдар деп жіктеледі, ал споралы өсімдіктерге мүктер, қырық буын, қырық жапырақ және де плауындар жатады. Яғни біз бүгінгі тақырыпта балдыр деген не, споралы өсімдіктер, соның барлығын талдап өтетін боламыз. Ал осы жабық тұқымды өсімдіктердің өзі дара жарнақты және де қош жарнақты болып жіктеледі. Яғни былай қарасаң саған қорқынышты болып көрінуі мүмкін, бірақ біз бүгінгі сабақта тез оңай тілде бұларды жіктеп өтеміз. Ендеше біз төменгі сатыдан бастайық. Төменгі сатыға жататын бұл балдырлар. Енді саған сұрақ: неге балдырлар төменгі сатыға жатады деп ойлайсың? Олардың ерекшелігі, олардың ұлпалары мен мүшелерге денесі бөлінбеген. Яғни балдырлардың мұндай ұлпалар мен мүшелерге бөлінбейтін денесін таллон деп атайды, немесе кейде қазақша тесттерде қабат деп те келеді. Мына суретке назар аударсаң, сен балдырларды көріп отырсың, бай бетік қарайтын болсаң, сен оның тамырын көріп тұрсың ба? Оның гүлін көріп тұрсың ба? Оның жемісін көріп тұрсың ба? Яғни байқасаң, оның денесі ешқандай ұлпалар мен мүшелерге бөлінбеген. Яғни оны ғылыми тілде таллон деп атайды. Осындай ерекшелігіне байланысты оны өсімдіктер әлемінің төменгі сатысына жатқызады. Олар қоректі бүкіл денесімен сіңіреді, көбінесе суда тіршілік етеді. Осы балдырлар түсінікті болу үшін мына бір видеоға назар аударайық. Назар аударсаң, мыналардың барлығы бізде балдырлар, өте әртүрлі түрлері бар. Назар аударсаң, ешқайсысының гүлі, жемісін көріп тұрған жоқсың. Осылардың барлығы балдыр болып табылады. Енді қалай ойлайсың? Осы балдырларды 8 мартта қыздарға подарка қылып берсе бола ма? Әрине болмайды. Яғни бұл бізде балдырлар төменгі саты өсімдіктеріне ғана жатады. Енді әрі қарай жалғастырайық. Бізде жоғары саты өсімдіктері споралы және тұқымды өсімдіктер болып көбеюіне байланысты жіктеледі. Осы споралы өсімдіктерге мүктер, қырық буын, қырық жапырақтар немесе папоротниктер деп атайды, және де плауындар жатады. Мүктер міне суретте көріп тұрсың, мынау бізде қырық буындар, мынау бізде қырық жапырақтар, ал мынау бізде плауындар болып табылады. Енді осыларды жіктеп өтейік. Жалпы спора деген не? Ең бірінші соны түсінсек, спора дегеніміз көбеюге қабілетті, қолайсыз жағдайдан қорғайтын, қалың қабықшамен қапталған маманданған жасушалар. Жалпы биологияда спора десе екі термин келеді. Біреуі өсімдіктің спорасы, екіншісі бактерияның спорасы. Бірақ біз бүгінгі тақырыпта бактерияның спорасын қарастырмаймыз, біз өсімдіктің спорасына тоқталамыз. Сонымен тағы да бір өтейік. Спора дегеніміз көбеюге қабілетті, қолайсыз жағдайдан қорғайтын қалың қабықшасы бар маманданған жасушалары жиынтығы. Осыны біз не деп атаймыз? Спора деп атаймыз. Сонда өсімдіктер көбеюіне байланысты споралы өсімдіктер және тұқымды өсімдіктер болып жіктеледі екен. Жоғары саты өсімдіктер. Енді осы споралы өсімдіктердің өкілі мүктер, яғни бұл бізде ең алғашқысы, құрылыққа өсуге бейімделген, құрылыққа ең алғаш рет шыққан өсімдіктер деп келеді. Назар аударатын болсаң, суретте көріп тұрсаң, осының барлығы мүктер болып табылады. Мүктерде тірек, өткізгіш ұлпалары өте нашар дамыған, сондықтан олар биік болып өспейді екен. Сондықтан олар биік болып өспейді. Олардың биіктігі құрғақ жерлерде бірнеше сантиметр болады, ал аквариумдерде мүктердің денесі сулы ортада 70 сантиметрге дейін өсуі мүмкін. Яғни осындай бір аласа
тіршілік иелері, бұлар бізде мүктер, өсімдіктер патшалығына жатады. Назар аударсаң, бұлардың жемісін көріп тұрсың ба? Гүлін көріп тұрсың ба? Тұқымын ше, тамырын ше. Сондықтан осылар споралы өсімдіктерде жеміс, гүл, тұқым болмайды. Яғни біз оларды споралы өсімдіктер деп жатқызамыз. Оларда тамыр да болмайды екен. Тамырдың қызметін оларда ризоидтар атқарады. Ризоидтар бірнеше жасушалардан тұратын жіңішке, жіп тәрізді сыртқы қабаттың несі дейді? Өсіндісі дейді. Яғни сыртқы қабықтың өсіндісі осы не болады? Ризоид болып табылады. Ризоид арқылы осы мүктердің денесі суды сіңіреді, минерал заттарды сіңіреді, осы тау тастарды орналасып, қышқыл бөліп, тасты ыдыратады екен. Сөйтіп, өсімдік неседі бекиді. Не арқылы? Ризоидтары арқылы. Енді осы мүктердің түрлеріне тоқталайық. Жалпы ұбт-да келетін 3 түрлі мүктің түрі бар. Олар жасыл мүк, ақ мүк және бауыр мүктер. Әр мүктің 3 түрлі атауы бар. Жасыл мүктерді басқаша көкек мүгі деп атайды, немесе көкек зығыры деп те атайды. Ал ақ мүкті сфагнум немесе шымтезек мүгі деп атайды. Соны ойлап қара, бір сөздің, бір терминнің басқа 2 түрлі атауы бар екен. Жалпы биологтар осы нәрсені білу керек, бір терминнің бірнеше атауы бар. Сондықтан саған тестте әр түрлі болып та келуі мүмкін. Маршрансалар немесе бауыр мүктер немесе қарапайым мүк деп те саған келуі мүмкін. Осылардың барлығы мүктердің осылай жіктелуін көрсетеді. Соның ішінде осы қарапайым мүк, осы бауыр мүктер болып табылады. Оларда жасыл түсті тақташалардан тұрады екен. Денесі осындай жасыл түсті тақташалардан тұрады. Ең қарапайым мүктер өкілі. Сонымен біз спора дегенмен танысып өттік. Шағын ғана мамандаған жасушалар жиынтығы дедік. Мүктермен танысып өттік. Енді осы спораны біз дұрыстап түсінейікші. Жалпы спора деген не? Спора арқылы қалай көбейеді? Жалпы ағзалардың көбеюі жынысты және де жыныссыз деп жіктеледі негізінде. Осы жынысты көбею кезінде жыныс жасушалары қатысады. Яғни гаметалар қатысады. Сол гаметалардың қатысу нәтижесінде ұрық зигота пайда болады. Яғни аталық сперматозоид пен аналық жұмыртқа жасушасының қосылу нәтижесінде ұрық пайда болады. Ұрықты біз ғылыми тілде зигота деп атаймыз. Нәтижесінде жануарлардың 2 жыныс жасушасы қосылып нені береді? Ұрықты береді. Өсімдіктерде дәл солай аталық пен аналық жыныс жасушасы қосылып ұрықты береді. Сөйтіп тұқым пайда болады. Тұқымның ішінде ұрық болады. Бұл тұқымды өсімдіктерге қатысты. Ал енді спорада сәл-пәл айырмашылық бар. Енді осыны түсініп алайықшы. Споралы өсімдіктерде 2 жыныс жасушасы қосылып спорангий түсіреді екен. Сонда түсінген шығарсың, 2 жыныс жасушасы қосылып нені беріп тұр? Спорангийді береді екен. Ал осы спорангийдің ішінде өте көптеген споралар пайда болады. Енді осыны түсіну үшін біз мына фотоға назар аударайық. Жасыл мүктің ұрықтанған жұмыртқа жасушасы қауашақта, яғни спорангийда дамиды. Яғни әрі қарай сол спорангийге айналады. Сол спорангийдің ішінде өте көптеген споралар болады екен. Сонда мына фотоға қарап біз споралы өсімдіктердің, мүктердің тіршілік циклын көре аламыз. 5-ші нөмірде олардың спорасы көрсетілген. Споралар өседі, дамиды. Оның аталығы мен аналығы ұрықтанады. Бұл жерде ұрықтану туралы көрсетіліп тұр. И нәтижесінде бізде не пайда болады? Қауашақ, яғни спорангий пайда болады. Яғни бұл жерде сәл шатастырып алмау керек. Спора деген бар, және де спорангий деген бар. Екеуі 2 бөлек термин. Осы спорангий пайда болады. Осы спорангий әрі қарай өсіп, дамып, яғни өсіп, пісіп, жетіліп, оның ішінде спорлар жетіледі. Сонда жыныс жасушалары бір-бірімен қосылып ұрық беретін болса, споралы өсімдіктерде спорангий береді. Сол спорангийінің ішінде споралар қалыптасады. Ал бір спора бір ағза болып өседі. Сонда мына артқа қарай қайтатын болсақ, мына споралы өсімдіктерге назар аударсаң, барлығы бір-біріне ауылмайды. Оларда бір ерекшелік, өзгергіштік жоқ. Яғни барлығы бір-бірімен өте ұқсас. Ал тұқымды өсімдіктерге қарасаң, алманың түрлері бар ғой. Қызыл алма, жасыл алма, сары алма, иісі бар, иісі жоқ, өйткені кіші. Яғни ол жынысты көбейіп тұр. Яғни бір ұрық, яғни 2 жыныс жасушасы қосылып бір ұрықты береді, ал мына жақта спорангийді береді. Сондықтан спорангийден шығатын споралардың барлығы бір-бірімен бірдей. Енді әрі қарай жалғастырайық. Сонымен ұрықтануын түсіндік. Енді спорофит деген терминмен танысайық. Спорангий бөлек, спора бөлек, спорофит бөлек. Спорофит дегеніміз өсімдіктің тіршілік цикліндегі жыныссыз ұрпақ.
яғни бұл өсімдіктердің спора түсу сатысы деп аталады. Сонда мына спора өсіп жетіліп ұрықтанғанға дейінгі уақыты гаметофит деп аталады. Гаметофит. Ал мына ұрықтанғаннан бастап спораның жетіліп пісіп спораның шашылу процесі бұл бізде спорофит деп аталады. Бұл бізде спорофит деп аталады. Мына жерде жазылып тұр. Бұл бізде спора түсу сатысы. Бұл спорофит диплоидты, өйткені гаметалардан пайда болған зиготадан түзіледі. Сонда диплоидты деген 2N деп көрсетеміз. Ал гаметофит ол 1N болып табылады. Осындай айырмашылығы бар. Споралар гаплоидты, олар меоз жолымен түзіледі деді. Ал гаметофит өсімдіктің тіршілік цикліндегі жынысты ұрпақ. Қарайық, жынысты ұрпақ десе гаметофитті көрсетеміз. Себебі ол кезде гамета пайда болады, ол кезде ұрықтану жүзеге асады. Жасушалар гаплоидты гаметалар митоз жолымен көбейіп, нәтижесінде олар ұрықтанады, ұрықтанғаннан кейін спорофит басталады. Сөйтіп спорофит кезінде спора түзіледі, спора пісіп жетіліп, спора шашылады. Спора ары қарай өсіп, қайтадан не басталады? Гаметофит уақыты басталады екен. Бұл бізде осы споралы өсімдіктердің тіршілік циклы. Мына жерде барлық терминдерді нумерациямен көрсетіп қойған. Так, енді ары қарай жалғастырайық. Келесі споралы өсімдік бұл бізде қыржапырақтылар деп аталады, немесе қыржапырақ тәріздестер. Қазақстан аумағында барлығы көп жылдық шөптесін өсімдіктер болып табылады екен. Қыржапырақтылар жалпы кезінде ринофиттерден пайда болды деп келеді. Ертедегі ринофиттерден осыдан 300 миллиондай жыл бұрын ринофиттер 100 метрге дейін жететін үлкен алып өсімдік болған деп атайды. Олар тас көмір қорын қалыптастырған деп келеді. Тас көмір қорын қалыптастырған, Ал енді қазіргі кезде Қазақстан аумағында шөптесін кішкентай ғана өсімдіктер осы қыржапырақтылар болып табылады. Бірақ кезінде үлкен алып ағаштар болған деп айтады, Бірақ Австралияның кейбір реликті ормандарында, реликті дейтін адам өмір сүрмейтін ормандарында, ағаш тәрізді үлкен қыржапырақ тәріздестерді көрген екен. Яғни вертолетпен ұшып бара жатып осындай снимоктар жасаған, мына осылар бізде не болады? Қыржапырақтылар болып табылады. Яғни бұлар бізде қыржапырақтылар, осындай өте үлкен алып қыржапырақтылар бар екен. Енді осы қыржапырақтылар туралы сәл ақпаратпен танысайық детально. Оларда өткізгіш ұлпасы өте жақсы жетілген, оларда тамыр сабағы бар деп келеді. Тамыр емес, тамыр сабағы бар деп келеді. Жапырақтарының астында қоңыр төмпешіктері сорус дамиды дейді. Жапырағының астында сорус деген бөлім дамиды екен, ал сорус дегеніміз спорангийлердің жиынтығы болып табылады. Біздер жаңа айттық, споранги деген ол споралардың дамитын орны. Демек, қыржапырақтылардың споралары сорусында, яғни жапырағының астында дамиды екен. Енді осы қыржапырақтылардың тіршілік цикліне бір тоқталайық. Мынау біздегі қыржапырақтылардың спорасы. Спорасы шашылып, өсіп, дамып, мына жерде ұрықтану процесі болады. Ұрықтану. Яғни осы спорадан өсіп, дамып, оның ұрықтануға дейінгі уақыты, мынаның барлығы гаметофит деп аталады. Гаметофит. Ал енді осы ұрықтанғаннан кейін споранги қалыптасып, өсіп, спорасының шашылу уақыты, бұл уақыт бізде спорофит деп аталады екен. Спорофит. Гаметофит кезінде хромосома жиынтығы N болады, ал спорофит кезінде хромосома жиынтығы 2N болады. Яғни бұл кезде, мына кезде N болатын болса, мына кезде 2N болады, яғни диплоидты болады. Енді назар аударатын негізгі ерекшелік, гаметофит кезеңінде спорасы өсіп жатқан кезде, оның гаметофитінің пішіні жүрек тәрізді болады. Жүрек тәрізді гаметофит болады екен. Сол жүрек тәрізді гаметофитте ұрықтану болып, әрі қарай уже жапырақтары өсіп шығып, спорангилері жетіліп, сөйтіп әрбір спорангиде споралар түсіреді, ал бір спора ол бір өсімдік болып табылады. Сонымен біз өсімдіктерді уже талдап тастадық споралы өсімдіктерді. Енді қырық буындар мен плауындарға келейік. Бұлар споралы шөптесін өсімдіктер немесе шала бұталар. Қазіргі өкілдері шөптесін өсімдіктер болады, немесе шала бұталар болады екен. Бұл бізде қырық буын жерде суретте, но бізде плаундар. Бұлар бізде споралы өсімдіктер. Назар аударсаң, еш қайсының гүлі де жоқ,
жемісі де жоқ, тұқыммен көбеймейді, барлығы бір-біріне ауымайды. Себебі олар спора арқылы көбейеді. Ал спора сол бір спорангийдің ішінде пісіп жетіледі. Енді біз тұқымды өсімдіктерге келейік. Тұқымды өсімдіктердің өзі ашық, жабық деп бөлінеді. Біз қазір ашық тұқымды өсімдіктерді талдайық. Ашық тұқымды өсімдіктер немесе қылқан жапырақтылар деп атайды. Бұлар ежелгі қырық жапырақтардан пайда болған екен. Ежелгі қырық жапырақтылардан. Ал қырық жапырақтылар олар ринофиттерден пайда болған, Бұлардың гүлдері жоқ. Мысалы, шыршаның гүлін көргендер бар ма? Аршаның гүлін көргендер бар ма? Бұлар жеміс түзбейді. Секвояның жемісін көргендер бар ма? Әрине жоқ. Қызара 8 наурызда сыйлауға бола ма бір үлкен шырша? Может быть десең, әрине болмайды. Енді қылқан жапырақты деп аталу себебі, басқаша қылқан жапырақты, олардың ине тәрізді жапырақтары бар, ұштары үшкір болып келеді. Себебі олар тұқымдары оларда бірде пайда болады, бір шишка деп атаймыз, соның ішінде тұқымы пайда болады. Сол тұқымын әртүрлі құстар келіп жеп кетпесін деп ұзын қылқан тәрізді жапырақтары болады. Сол қылқан тәрізді жапырақтары осы неседі бүрдің жақсы өсуін, тұқымының қалыптастыруын қорғап, қорғанышты қызметін атқарады екен. Сондықтан олардың жапырақтары ине тәрізді болып келеді. Өкілдері кітапта келетін осы өсімдіктер бар. Кәдімгі арша, шырша, балқарағай, секвоя, гинго, арша, самырсын, зуя, базарша, жатаған шыршасы, зерафыршан аршасы, қос масақшалы қылша, эфедра, шырайнық шыршасы. Мыналардың барлығы ашық тұқымды болады. Бұларды ешқашан көп жауапты сұрақтарда жабық тұқымды деп ешқашан белгілемей. Бұлар бізде ашық тұқымды өсімдіктер. Енді әрі қарай жалғастырайық. Кәдімгі қарағай, кәдімгі қарағай өкілі бұл бізде бір үйлі болып келеді. Бір үйлі деген, яғни бір өсімдіктің ішінде аталығы мен аналығы бір өсімдікте орналасса, біз оларды бір үйлі деп атаймыз. А егер бір өсімдіктің ішінде аталығы мен аналығы екі бөлек өсімдікте болса, бұл әрине екі үйлі болады. Яғни бұл жерде бір үйлі, екі үйлі деген бұл изменя дейтін нәрсе емес, бұл бір үйлі деген қосшынысты деген мағынаны білдіреді. Яғни бұл өсімдік қосшынысты өсімдік деген мағынаны білдіреді екен. Енді осы кәдімгі қарағайды талдайық. Кәдімгі қарағайдың аналық бір болады екен, және де аталық бір болады екен. Мынау бізде аталық бір, мынау бізде аналық бір болып табылады. Аналық бірдің түсі қызғылт түсті, жас өркеннің ұшында пайда болады, көктемгі өркендерде кездеседі. Ал аталық бір ол топтасып орналаса, түсі жасылдау сары болады, өркеннің түбінде тығыз орналасады. Яғни ол қарағайдың аталық бірі күздік өркендерде деп келеді. Күздік өркендерде, ал аналығы көктемгі өркендерде деп келеді. Мына бізде оның аталығы осылай топтасып орналасады. Енді осы не болады? Аталықтың ішінде тозаң қалыптасады. Мына бізде аталығы. Осы аталықтың ішінде тозаң қалыптасып, енді тозаң дейтін не ол? Сонымен танысайық. Тозаң дегеніміз сырты тозаң қаптан тұрады. Ішінде екі гаплоидты спермия болады. Яғни екі жыныс жасушасы болады. Гаплоидты. Ал және де сонымен қоса сыртын екі қабатпен қапталады, екі тыныс саңылауы болады дейді. Яғни ішіне ауа кіретін жолдар болады екен. Яғни сол екі жыныс жасушасы бар, бір скафандрмен сырты қапталған бір түзіліс, осыны тозаң деп атайды. Түсінікті, Енді осы тозаң не істейді? Жел арқылы аталықтан аналыққа барып түседі. Осы процесс бізде тозаңдану деп аталады. Тозаңданудан кейін спермийлер жұмыртқа жасушасымен қосылып, тозаң түтігі арқылы жеткізіледі. Сөйтіп, спермийдің біреуі жұмыртқа жасушасының ұрықтандырады дейді. Сонда аталықтан екі спермий келді, екі жыныс жасушасы, соның біреуі аналықпен қосылып нені қалыптастырады? Ұрықты қалыптастырады екен. Яғни болашақ өсетін ағаштың ұрығын қалыптастырады, ал екіншісі келесі жасушамен қосылып, қоректік затты эндоспермді қалыптастырады. Сонда олардың тұқымының ішінде не болады екен? Ішінде қоректік зат эндосперм болады екен, және де ұрығы болады екен. Эндоспермі ол екінші жыныс жасушалары бір-бірімен қосылды, ал ұрық деген ол бірінші жыныс жасушасымен жұмыртқа жасушасы, яғни аналық жыныс жасушасы бір-бірімен қосылып, нәтижесінде ұрық пайда болды. Сол осы тұқымның ішіндегі ұрығы өсіп, келешек үлкен ағашты береді.
Ал енді осы эндоспермнің қандай маңызы бар десе, ашық тұқымды өсімдіктер өзінің тұқымын шашқан кезінде тұқым жерге түсіп, ол сразу өсіп кетпейді. Оған бір қолайлы орта, белгілі бір момент керек болады. Осы кезінде ол тіршілігін сақтау үшін тұқымның ішіндегі ұрық осы эндосперммен қоректенеді. Яғни белгілі бір уақыт эндосперм арқылы қоректеніп, яғни өзінің тамырын шығарып, өсімдік өсіп ыңғайланып алғанға дейін осы эндосперммен қоректенеді. Яғни табиғат бұл өсімдіктерді осындай керемет қылып жаратқан екен. Енді әрі қарай тоқталайық. Келесі өсімдіктер бұл бізде жабық тұқымдар. Да, біз уже соңына да жетіп қалдық. Жабық тұқымды өсімдіктер, оларды гүлді өсімдіктер деп те атайды. Олар екіге бөлінеді. Дара жарнақтылар және де қос жарнақтылар деп жіктеледі. Осы дара жарнақтылар мен қос жарнақтылардың бір-бірімен айырмашылығы бар, яғни олардың бір-бірімен тұқым бойынша айырмашылығы бар. Қазір оған тоқталамыз. Тамырына байланысты айырмашылықтар бар, сабағының ішкі құрылысына байланысты айырмашылық бар және де жапырағы мен гүліне байланысты айырмашылықтар бар. Яғни бұл бізде жеміс беретін өсімдіктер. Жабық тұқымды өсімдіктер, гүлді өсімдіктер, олар жеміс береді. Енді осы өсімдіктерді талдайық. Дара жарнақты өсімдіктерде бір ғана тұқым жарнағы болады. Қос жарнақтыларда екі тұқым жарнағы болады. Сен бұны былай жаттап ал. Дара жарнақты өсімдіктер, олардың жемісі мен тұқымы бірігіп кеткен. Мысалы, күріш. Күрішті жесең де болады, ексең де болады. Ал екінші алма. Алманың жемісі бөлек, тұқымы бөлек. Сондықтан алма ол қос жарнақты өсімдік. Күріш, арпа, сұлы, бидай, қарақұмық, яғни гречка, олардың барлығы дара жарнақты өсімдіктерге жатады. Айырмашылығын түсінген шығарсың деп ойлаймын. Яғни дара жарнақты және де қос жарнақты деп осылай жіктеледі. Енді тамырының құрылысы бойынша дара жарнақтылардың тамырлары шашақ тамырлар жүйесінен тұрады, ал қос жарнақты өсімдіктерде кіндік тамырлар жүйесінен тұрады. Яғни тамырларының жүйесі осындай екі түрде бөлінеді екен. Дара жарнақты өсімдіктердің жапырағы бойынша жапырағының жүйкелену деген осы жапырағында сызықтарының болуы, соған байланысты дара жарнақтарда параллель немесе доға тәрізді болып сызықтар орналасады екен, ал қос жарнақтыларда торлы қауырсынды, саусақ тәрізді, торлы саусақ салалы, күрделі жапырақтардан тұрады екен. Яғни жапырақтарының ішінде жүйкеленуі, яғни сызықтарының болуы, осы пішіні бойынша торлы қауырсынды болуы мүмкін, саусақ тәрізді болуы мүмкін, немесе торлы саусақ салалы болуы мүмкін. Да, кішкене күрделі, бірақ біз биологияда осылардың барлығын жаттап түсініп алуымыз керек. Енді әрі қарай жалғастырайық. Қос жарнақты өсімдіктердің жапырақтарын жүйкелену, яғни торлы қауырсынды өсімдіктер, мына өсімдіктер емен, алма, жүйке, қайың, қарағаш, қайың, үйеңкі, түймедақ, олар саған ұбт-да келуі мүмкін. Ал торлы саусақ тәрізді Канада үйеңкісі, бегония, қастабан, майсана, жүзімнің жапырақтары болады екен. Назар аударсам, торлы қауырсынды, қауырсын тәрізді болып орналасқан. Мына жақта торлы саусақ салалы болып орналасқан. Осындай айырмашылықтар бар. Қос жарнақты өсімдіктер жапырақ тақтасына байланысты тоже жіктеледі. Дара жарнақтылардың барлығы жай жапырақ болып келеді. Жай жапырақ дегеніміз бір жапырақтың сағағына егер бір жапырақ тақтасы орналасса, бұл бізде жай жапырақ деп аталады. Яғни бір жапырақтың сағағына бір жапырақ тақтасы орналасса. Егер бір жапырақ тақтасы сағағына бірнеше жапырақ орналасса, онда ол күрделі болып кетеді. Осыған байланысты қос жарнақты өсімдіктерде күрделілік бар. Ал дара жарнақтылардың барлығы жай жапырақ болып келеді. Яғни бұл жерде қауырсын тәрізді күрделі деген бар. Оның өзі тақ, жұп деп бөлінеді, но бізде осы қауырсын тәрізді жапырақтардың орналасуы, күрделі. Күрделі саусақ тәрізді деген бар, үш құлақ деген бар. Яғни бұл бізде жапырақ тақтасының сағағына орналасуына байланысты. Да, сонда қара, жапырақ тақтасының санына байланысты бөліп тұрмыз, үште олардың жүйкеленуіне байланысты бөліп тұрмыз. Мынаның барлық өсімдіктерді әрине біз жаттау керекпіз. Осының барлық санын ұбт-да келуі мүмкін. Енді келесі гүлінің құрылысы бойынша дара жарнақты өсімдіктерде тостағанша жапырақшалары болмайды екен. Тек күлте жапырақшалары болады. Яғни жай гүл сүйрікті деп аталады. Мысалы, қызғалдақ, інжугүл, орхидея.
Ал қос жарнақтылар, яғни раушангүл, қаламбыр, шырайгүл, оларда тостағаншасы да болады, и плюс күлте жапырақшасы да болады, сондықтан олар қос гүлсерік деп аталады. Мысалы, мына суретке назар аударсаң, мынау бізде роза, розада астында мына жерде тостағаншасын көріп тұрсың, жасыл түсті. Ал мынау бізде тюльпан, яғни қызғалдақ, қызғалдақты назар аударсаң, астында мына жерде еш нәрсе жоқ. Яғни ол жай жапырақты, бұл жай гүлсерікті өсімдік болып табылады. Яғни дара жарнақты. Тек қана күлтесі немесе тек қана тостағаншасы болады екен. Бұл гүлінің құрылысына байланысты айырмашылығы. Келесі жапырағының ішкі құрылысына, сабағының ішкі құрылысына байланысты. Дара жарнақтыларда камбий түзбейді дейді. Камбий түзбейді, сондықтан сабақтары не істемейді, сүректенбейді. Яғни оларда үлкен жуан ағаш болмайды, сондықтан олардың тіршілік формасы шөптекті болады. Бидай, күріш, арпа, сұлы барлығы ағаш емес, барлығы шөптекті өсімдіктер болып табылады. Тек бір ғана дара жарнақты өсімдік ол ағаш күйінде бар, ол пальма. Исключение бар, яғни назар аударсаң, биологияда осындай өте көптеген исключение болады, сондықтан олардың барлығын мұқият жаттап алу керек, бірақ ода жылда сақиналар болмайды, ал қос жарнақтыларда камбий қабаты бар, сондықтан сабақтар сүректенеді, тіршілік формалар шөптектер, бұталар, ағаштар деп жіктеледі. Яғни қос жарнақты өсімдіктердің ішкі құрылысы кәдімгі жүйеленген ретімен, ал дара жарнақтардың ішкі құрылысы осылай шашыранды орналасады, яғни сабағының ішкі құрылысы. Пальманың ішінде сүрек емес, оның іші негізгі ұлпаға толы. Борпылдақ негізгі ұлпаға толы. Осы бізде пальма, егер пальманың ішінен кететін болсақ, осындай негізгі ұлпаға толы орналасады екен. Яғни оның тіршілік формасы ағаш болғанымен, ішінде сүрек қабаты болмайды. Яғни оны біз шырша сияқты сүрек қабаты ода кездеспейді. Осындай айырмашылық бар. Сонымен дара жарнақты өсімдіктерге қандай өсімдіктер жатады? Астық тұқымдастары, яғни күріш, бидай, жүгері, арпа, сұлы, осылардың барлығы жатады. Қара бидай, лалагүл тұқымдастары, яғни інжугүл, бәйшешек, құртқашаш, пия, сарымсақ, қасқыр жеміс жатады. Су өсімдіктері жатады, қияқ өлең, жебе жапырақ, элладея, яғни суда өсетін өсімдіктер, және одан басқа пальма, орхидея, бамбуктар жатады екен. Яғни бұлар бізде дара жарнақты өсімдіктер болып келеді. Ал енді мына тізімнен басқа барлық өсімдіктер, алма, алмұрт, апельсин, біз жақсы көретін, немесе тағы не бар, қызанақ болсын, қияр болсын, солардың барлығы қос жарнақты өсімдіктер жатады. Яғни қос жарнақты өсімдіктер, яғни өте көп болып табылады. Осы қалғандардың барлығы қос жарнақты өсімдіктердің қатарына кіреді екен. Сонымен оқушым, біз сабағымызды аяқтадық. Саған сабақ қалай болды? Түсінікті болды ма? Біз оңай ғана барлық осы биологиядағы өсімдіктерді бір жүйелеп, жіктеп шыққан болатынбыз. Егер сабақ түсінікті болса, ұнаған болса, осы видеоның астына комментарийға өзіңнің шынайы лебізіңді жазып кет. Ал енді мен сабақ соңында өзіміздің курс туралы айтқым келеді. Яғни егер сен 11-ші классқа өтіп, немесе 10-ші класс болып, ұбт-ға жақсылап дайындалайын деп биологиядан курс іздеп жүрсең, мен саған өзіміздің курсымызды ұсынамын. Біздің курсымыздың ерекшелігі, біздің курс 5 айға созылады. 5 айдың ішінде толығымен биологияны біз бір қамтып өтетін боламыз. Оның ішіне 120 видео сабақ кіреді, яғни биологияның барлық тақырыбы бойынша 120 видео сабақтар түсірілген, барлығы дайын. 20 видео сабақтың артынан әрбір сабақ бойынша 30-40 сұрақтық ұбт форматы бойынша 120 тақырыптық тест бар. Сонда 40-ты 120-ға көбейтсең 4800, яғни өте 4000-нан көп сұрақтың базасы бар. Және де 120 сабақтан кейін әрқайсының артында дайын конспекттер саған беріледі. Яғни уақытыңды үнемдеу үшін барлығы саған беріледі. Осындай біздің видео сабақтарымыз бар. Осыларды қарап ұбт-ға дайындалсаң болады. Әрбір апта сайын пробный, апталық тесттер болып тұрады. Одан бөлек тікелей эфир, практикалық сабақтар жүргізіледі. Яғни осы біздің биология курсымыз. Егер биология курсы туралы толығырақ білгің келсе, мына төмендегі номерге жазып кетсең болады. Ал біздің биология бөлімі, биология курсы жалпы 9 бөлімнен тұрады. Яғни саған түсінікті болу үшін осылай жіктеп 9-ға жіктеген болатынбыз. Яғни оның ішінде ботаника бар, оның ішінде зоология бар, анатомия бар, молекулалық биология бар, цитология бар, генетика бар, генетикалық есептерді шығару түрлерін талқылайтын боламыз. Биотехнология, эволюция және де биологиялық басқару жүйесі бар. Яғни осылардың барлығы біздің биология
курсымыздың ішінде қамтылған. Осы курс туралы толығырақ білгің келсе, төмендегі номерге жазып кетсең болады. Сол жерде менеджер саған толық ақпаратты түсіндіріп береді. Сонымен оқушым, біз бүгінгі сабақты аяқтаймыз. Сабақ ұнаған болса, видеоның астына лайк басуды ұмытпа. Осы видеоны биология таныған достарымен бөлісіп қой. Бізге өзінің қолдау лебізін көрсетіп қой. Біз алдағы уақытта көбірек пайдалы ақпараттармен бөлісетін боламыз. Келесі сабақта көріскенше.